Мен үшін әкемнен асқан суретші жоқ, қазірде солай. Сонда таң қалғаным 48 бетті қалыңда емес, 12 бет жұқа дәптерге оқулық келбетін сыйғызған шеберлігі. Әр әріпке арнап көрнекі сурет салып шыққан. Аюға келетін А, сиырға келетін С, ожауға келетін О, тағы сол сияқтылар. Барлық сурет айналамдағы көз жаттаған бейнелер. Қысқасы дайын әліппе. Алғашқы оқулық. Бастап та кеттік. Алғашқы әріп А, аюға келетін. Анам әкелген дәптердің бірінің алғашқы парағын толтыра таңбаланды. Әкемнің мінезі табиғатынан ауыр болатын. Екі құлаққа ілінген күлкі жайында қалды. Балауса қуаныштың ұшқыны да алыстап кетті. Ықылық атып жылап отырмын. Алғашқы қоңыраудың орнына шыбық ысқырды. Парлап шыққан жанарымның тамшыларына тұз қосып қойған ба дерсің. Екі бетімді, иек асты мойнымды ашты бәлек. Өзім де әкемнен қатты қорқатынмын. Аузынан шыққан сөз құлаққа жетпей орындалу үйдегі бірінші тәртіп. Бүгін 5 әріпті үйрену осы уақытқа дейін қолымнан өткен жұмыстардың ең қиыны, ең ауыры болды шамасы. Әріпті таңбалаудан жаңылсам қатал дауысы алып, жас талдың шыбығы басымды бөліп жіберердей білеулене осы жіберетін. Өткен әріпті қайталап сұрап жаңылсам тағы шыбық. Қолдан иығыңнан да шымырлатып тиетін тағы да шыбық. Осылай 2 аптада 42 әріпті толық танып шықтым. Іркіліп баспалап оқуға шым-шымдап жарап қалдым. Жасыл кітап әдебиет. Ныспылы екенін бірінші біліп алғам. Шыбықтың жиі көтерілуі осы кезде болды. Әріптердің атаудан көріп бастарын қосып сөз қылып оқу қиындау соқса керек. Шыбықпен жақын дос болып кеттім. Бастапқыдай денемде жатырқамайтын сияқты. Ағасын аяп кейде әкесіне жақтасып, қасымызда қозғалмай қарап отыратын қарындасым. Уақыт өте келе аздап оқып жаза бастадым. Минутына жасыл әдебиеттен 30-40 сөз оқитын жылдамдық пайда болды. Зеректігі менен астыма қарындасым қарап отырып әріп танып икемделіп қалған. Қызбан намыс атына мініп еркін оқып жазуға көп уақыт ұттырмадым. Сар шыбықта шаруасын атқарып келмес демалысына кетті. Әке қолынан түсісімен жаназасын өзім шығарып тастағам. Әке көңілі риза, ұлын бұрынғысынан да қатты сүйетіні байқалады. Қазір ойласам сол айғай мен сары шыбық сорым емес, сорпалы соналым екен. Қолдан соғылған алғашқы оқулықтан соңғы жасыл әдебиетін өте бай болып шықты. Ерназардың ертөстігі болып ойнадым. Ағаш атқа мініп, тазша бала болып өтірік өлең айттым. Өлең бай, шертпақ па, сөз бе, айналамдағы қара таспалардың бәрін жинап елес қиялмен арбап алады екем. Өтірік ертегі өлеңіңді айтшы деп бая шөптің үстіне жиналатын әдет қалыптасты. Оқиға желісі жеке балалар өміріне өте ұқсас болғаннан ба, Асан мен Үсенді жан тәнімен сезіндім. Екеуіне қосылып өмір сүрдім. Қысқасы жасыл әдебиетті жатқа білдім. Менен тыс қалып қою былай тұрсын, артық вирус кірмеген таза ауа райы мен айран сүтке малшыққан майысқақ мүсініме терең мазмұны сіңіп кеткен. Қадыммен бірге қызбалақ қағады. Егін мұрт қаптаған шын ер азамат жасына келгенше қанша кітап көз сүзгісіне өтсе, бәрінің іргесін берік ұстап тұрған жасыл әдебиет. Жасыл әдебиет бар сырын енді аша түсті маған. Парағын қой бағып қырда жүріп, томар қағып тоғайда жүріп, тезек теріп жазықта жүріп, талай аудардым. Аударып қана қоймадым. Арман қиял қайығыма желкен беріп, теңізге атандырғанда өзің. Білім мен ғылым теңізіне, сол теңізден шөміштеп су ішпесем де, тепкен тіліме тамшы тамыздым. Тамшы тасқынға айналар ертең, ертең. Осы жасыл кітап мен үшін барша кітаптың төресі еді. Тіпті бұл кітаптан басқа кітап жоқтай көрінетін маған. Сол кітаптың әр парағының қатаң әріптері мен өтір нүктесіне дейін санамда тасқа қашалып жеткен түркі жазуларындай сақталып қалған.
Жасыл әдебиет, рахмет саған. Көп рахмет. Рахмет. Тағы тылсым сезім ой архивіне бейнелі еніп кеткенімді түсіндім. Метр жарым 4 жақтаулы үстелде айналып отырған 4 қыз. Менің Айжанның күйін аяқтатпай елтіп отырған тыныштық кілт шауып айғайлап, айтқан рахметімді ұғына алмай үрке қарап, ажал үнді қасқырдың әнін естіп, көгалдан басын жұлып, елең еткен тіршілік иесіндей сілейіп, үрейге жақын көздер қадалып қалған менің үстіме. Ыңғайсыздыққа буынып қалған қалпымда бөгеліп қалдым. Қайтып айтсаң да, Шымқаланың ширақ қыздары емес пе? Өлі тыныштықты Альбина бұзды. Салтанат не жаңалық деп қойып қалды. Бұл өзіндік әдетке айналған сөзі еді. Осы жылы сынай мінеп мұқатып айтқандай болып естілді маған. Жоқ, бәрі жақсы, керемет. Қобыз шіркін жаныңды ертіп жібереді екен. Бұған рахметтен басқа не айтуға болады? Деуге ғана шамам келді. Алдымда тұрған сағы сыңған жылы қара шайды дем алмай сіміре сап кетуге жиналдым. Өз-өзімнен дегбірсіздене қалғаным. Бір білерім, дәл қазір жалғыздық, тыныштық керек жаныма. Қыздар, не болды саған, отыр, өлеңіңді оқып кет, кезек енді сенде деп безек қағады. Мен тағы бірде қыздар ренжімеңдер деп уәделі өлеңді де оқымай есікке беттедім. 214 бөлмеден шыға салысымен жүгіріп 7-ші қабатқа көтерілдім. Балконға шығып түн тыныштығында өзімді сан жоғалтып сағымға айналған есімді білгеннен бергі 18 жылымды парақтап тауыса алмадым. Әкем мен анамның көргені, көрсеткен тәлімі, біз үшін кешкен суығы мен жылуы, өзімнің өрім балалығым, алдағы арманым. Әке шешем арманы, олардың үзілмес үміті. Керек кезде әпкемде бола да білген жалғыз қарындасым мен тынысымды кеңейткен екі інімнің ағасына деген сенімі. Ең бастысы дәл қазір жағдайым. Егіліп жыладым, тоқтай алар емеспін. Қайран таза балалығым. Еркін кезген кең далам қайда? Уайымсыз кездерім бақытсыз ақ бақытты болып жүрген жүгірмек қайда? Қазіргі жүрісің мынау, жүрегіңде жасықтай тыныштық жоқ. Өз тәнін жатсынып безіп кеткісі келгенде ұрғылауыңдай кеудемді. Бөлмеге келіп төсегіме қалжырап құласам да ұйқысыз таңым атты. Ауылымды сағындым. Кеткім келеді тезірек. Отбасымда ата-анамды, іні қарындасымды сағындым. Асланам, сары ұлын сағынып қанша түндерін ұйқыс өткізді екен. Асланам, сарылын сағынып қанша түндерін ұйқысы өткізді екен. Өзімді ауылға барып тауып әкелем, кетем. Иә, ертең кетем. Ертең. Жан тәнімді ақтарып өткенімді қопарып тастаған бірақ нәрсе күй, яғни қорқыттың күйі, ұшардың ұлуы. Бала кездегі қара шалдың ұшар атты итін жоқтап, тау басында оқшырайып тұратын эпизодына сәйкес келіп, өткеннің кілтіне айналуы, күйдің шығу түркініне ұқсауы. Бір жесір кемпірдің жалғыз баласы болса керек, ол құс салып ит жүгірткен саяхатшы екен. Қашқан аңды құтқармайтын ұшар деген тазысы, желмен жарысқан жүйрік аты бар екен. Күндердің күнінде жігіт тосынан ажалдан қайтыс болады. Сол кездегі елдің әдет-ғұрпы, салт санасы бойынша өлікті жерлегеннен кейін жұрт қоныс жаңартып басқа жерге қоныс тепкен. Жаңа жұртқа көшіп келген кемпір өзі болмаса да баласынан қалған көз тазыны іздесе, ол ұшты күлі жоқ болып шығады. Көшкен жұртта қалған болар деп, ана бұрынғы қоныстарына іздеп келсе айтқандай-ақ. Ұшар иесін қиып кете алмай мола басында, сай сүйекті сарқырата аспанға қарап ұлып отырса керек. Мұны көрген ана. Жалғызымнан айырылдым, қанатымнан қайырылдым. Ұшар, кә-кә-кә деп ана даусы иттің зарына асып аңырайды. Иен жұртта жалғызының артында қалған ана мен иесіне айырылған. Жалғызымнан айырылдым, қанатымнан қайырылдым. Ұшар, кә-кә деп
ана даусы иттің зарына асып аңырайды. Иен жұртта жалғызының артында қалған ана мен иесінен айырылған тазы қос мұңлық қосылып күңіренеді. Қорқыттың осы оқиғаға байланысты шығарған күйі Ұшардың ұлуы деп аталыпты. 214-ке барып Ұшардың ұлуын тағы бір тыңдап қайтсам.